Ассалаумағалейкум, құрметті жастар. Арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты мен жастарға сенемін деп кезінде алаштың арыстары осы қазіргі тәуелсіз қазақтардың осындай жастар біз сияқты өсіп өркендеуіне өзім басым берді. Сондықтан бүгінгі тақырып өте маңызды тақырып, осы коррупциясыз қоғам мысалға. Мен өзім кәсіпкермін, жүйелі кәсіпкермін. 300-ден астам кіші, орта және үлкен бизнесті жүйеледім, үлкен табыстарға жеткіздім. Сондықтан нақты осы біздің бизнестің, осы особенно малы бизнестің жағдайын білемін. Енді сіздерге осы орайда міне қазір енді ағаларымыз выступать етті, жаңағы депутат ағаларымыз, жаңағы белсенді жастар. Енді мен жерден былай айтқан кезде коррупция үшін сіздер қалай отырасыңдар, қандай нелер болады, наказание қандай болады, сол туралы айтты. Мен енді сіздерге кішкене жақсы жағын айтқым келіп отыр. Енді сіздердің ойларыңызша, жастар әсіресе ең маңызды не қазіргі заманда? Қолын көтеріп айта беріңдер. Ең маңызды сіздердің ойыңызша не қазіргі заманда, қазіргі уақытта? Ақша, уақыт, махаббат, денсаулық. Тағы. Қандай? Білім, кім айтты білім алды? Қарындасымыз дұрыс айтады. Қазіргі таңда, мысалы, кезінде Абылай хан айтқанда, білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік деді. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмедік. Шыны керек қазіргі таңда біз қапы қалып жатырмыз. Мысалы, шыны керек бір үлкен бір компаниялар болсын, бір конкурентоспособный компания құралды ма бір қазақ? Жоқ, біз жаңағындай өзіміз айтқандай госсекторда, кіші бизнеста сондайда жүрміз. Бір нәрсе ойлап тапқан жоқ. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, искусственный интеллект, ағамыз айтып кетті ғой, чат GPT деген сияқты өте дұрыс айтты да, мен ол кісімен келісем, умный адамдарды умнее делают, тупой адамдар тупее делают. Это раз. Ол сіздерге касается. Қазіргі таңда сіздің оқып жатқан специалисттарыңыз сіздер бітіргенше актуальный болмай қалады. Мысалға, менің компаниямда сондай чаттар сатады, адам сияқты сатады. Қазіргі таңда біз оны единственная проблема искусственный интеллект, ол қазақ тілін акцентпен айтады. Таттилери деп сол затты исправлять етсең, ол сен айырамайсың адамнан. Ол прикол жасайды, шутит етеді, шығып вообще сондай моменттер болады. Сондықтан қазіргі таңда ең модный сол кезде біз өскен заманда, мен де 90-шы жылғымын, біз өскен заманда ол кезде спортсмен болу керек болды, көшеде жүру керек болды, күш керек болды. Мысалы, мен өзім сондай ортада өстім. Бірақ қазіргі заманда ең модный зат серое вещество, басың болу керек, білім болу керек. Мысалға, ағаларымыз айтып кетті, әжеде Аслан мырза да айтып кетті, успешный успех дейді. Мысалы, мен өзім предпринимательмін. Еще 2-3 салада предприниматель. Менде кондитерлік жүйе бар, кондитерлік желілерім бар, біз жасаймыз тәттілерді, маркетплейстерді сатамыз, және алла қаласа үлкен бір проект, жоба, завод саламыз деген инвестор тартып отырмыз. Сондықтан мен сіздерге айтамын, осыған мен ол бет по щелчку пальца келген жоқпын. Оған мен 10 жыл шахтада жұмыс істедім. Жұмыскерден бастап басшыға дейін көтерілдім өз күшіммен. 200 адамға дейін қол астында жұмыс істедім. Ол, мысалға, сіздерге мен осы сатты, мен жастарға алдында көп выступать етемін, мен сол кезде бір зат айтамын, эксперт болу керек. Мысалға, Генри Форд, соның историясын айтқым келеді. Генри Форд, осы Форд компаниясын, который его сделал миллиардером, жасау алдында не істеді? Ол бірінші 16 жасында шешесінен айырылды да үйінен кетіп қалды. Ол жұмыс істеді. Сол салаға барып білім алды. Никола Тесла деген не болды, білесіңдер ғой? Сол Теслада инженер болып жұмыс істеді 28 жасында. Теслада. Сол жерден ол эксперименттер қойды бензиновый двигательмен. Чтобы он понятие имел, что он хотел построить доступный автокөлік, каждыйында автокөлік болу деген слоган оның миында болды, ол арман болды. Сондай. Ол сол арқылы Теслаға барды. Tesla-дан кейін ол өзі бірінші компаниясын жасайды, ол банкротқа ұшырайды. Бірақ одан жеңілген жоқ, мен жоқ болды, енді мен қазір барамын да СММщик боламын деген жоқ. Ол барды да ары қарай жалғастырды. Ары қарай жалғастырып келіп, түбінде Ford Molecule деген компания создавать етіп, сол оған миллиардқа келді. Ол сол арқылы өзінің эксперт, сіздерге де мен айтатын бірақ менің советім бар. Егер сіз мына жерде отырғаннан барлығы қазір госслужащий болмайды, не болып кетпейді ғой енді. Бірақ та көбісі бизнеста ертең болашағын бизнеспен сравнивать етеді, болашағын бизнеспен байлайтын болса, қай салада бизнес жасағыларыңыз келеді, сол салада жұмыс істеп көріңіздер. Жоқ дегенде бір 3 жыл жұмыс істеп көрсеңіздер, сол кезде сол салада бір эксперт боласыз. Ол жай ғана жұмыс істеу емес, сіз
сол бір простой рабочийдан хотя бы бір управляющийға дейін жетсеңіз, сол кезде сіз белгілі бір өзіңізге бір тәжірибе аласыздар, сол саладан бизнес ашасыздар және банкротқа ұшырауға меньше вероятности, что вы банкротом станете, да? Поэтому мен осы айтатын әрқашанда бөлісетін солда, мысалға мен өзім ақылы түрде бизнесмендерді үйретемін, иә? Мысалға біздің қазір малый бизнестің уровені өте төмен. Мысалға қазір таңда біздің мемлекет андай искусственный барьерлар создавать етіп қойғанда, чтобы Россиядан жан-жақтан бізге бизнестер кірмесін деп. Егер олар кірсе, біздің бизнес олармен конкуренция жасай алмайды. Мен мысалы әрқашан айтамын, я развиваю малый бизнес, потому что он не конкурентен у нас. Еще сейчас налоговый кодекс, Гүлнар апайымызбен біз бір обсуждениеде болдық, налоговый кодекс, который еще сложнее будет заниматься малым бизнесом, микробизнесом. Уже енді қазір конкурентный болу үшін сен миың ғана керек. Сен өзің эксперт болып, жаңағы осы салада білім ғана керек. Мысалға мен бір жат қатты өкіндіретін зат, мен осында жастардың алдында неше рет выступать еттім. Осы алдыңғы айда мен үлкен форум ұйымдастырдым предпринимательдерге, ақшаға ақылы. Олар маған 200 мың төлеп, соған келді үйренуге, қалай сату керектігін үйренуге ше. Мысалға сондайға келіп, сондай 350 адамның алдында выступать еткенде айттым, мен осы четверг бесплатно сіздерге, осы жастарға возможность беремін, келіп бесплатно келіп 2 күн оқыңдар деп. Вот 350 адам неше адам келді деп ойлайсыздар? Біреу адам келді, бір адам келді, бір жас бала келді, 350 адамға мен 200 мыңын айттым. Келіңдер, бесплатно үйретемін. Өйткені сендер біздің болашақсыңдар. Будьте конкурентными, сендер қазір сондай мүмкіндіктерді қолдану керексіңдер, қолда бар мүмкіндіктерді. Мысалға менің ассистентім, мен қазір мысалға маркетплейс саласында сатып жатырмын деп отырмын. Бір жылда біз, например, как челлендж дейді ғой, мен өзі челлендж жақсы көремін, предприниматель деген вызовты жақсы көреді ғой. И маған айтты да, сен осы бизнесқа үйретесің ғой дейді, қалай адамдарды дамыту керек. Давай челлендж сделаем с нуля 10 миллионға дейін бір жылда көтерілесің любой бизнес. И мы взяли маркетплейс, мен өзім ассистентім болды. Ол өздерің сияқты студент. 18 жасында маған келді. Аманжол аға, мен сізге соның сөзін айтайын. Мен сіздің трусыңызды жууға дайынмын, маған білім үйретіңізші деді. Мен айтам, все, бауырым. Қасымда 2,5 жыл бесплатно жүрді. Мен сол направление соған бердім, партнерім болды, мен 50-50. И бір жылда біз 10 емес 22 миллионға жаттық осы октябрьда. Ол қазір жасы 20-да, былай айтқанда миллионер. Ол өзінің жаңағындай настойчивость, өзінің возможностьін қолдану білді, және білім іздеп келді. Ол білді, ақшасы жоқ екен ғой, ондай үлкен андай тренингтарға баруға қазір средний тренинг по систематизации бизнеса 5 миллион стоит. А ол ондай ақша жоқ екен білген жоқ та, білді де, ол сондай жерде мүмкіндікті қолданып, мен өйткені осылай жастарымда көп выступать етемін. Мен всегда айтамын, қазір сіздерге де айтамын, егер бір бизнес ашамын десеңіздер, қандай да бір көмек керек болатын болса, әрқашанда осы жердегі Арфат бауырыма да айтамын, жаңағы Жаслан бауырларыма осыларға айтсаңыздар, мен олармен әрқашанда связьдамын, келіңіздер үйренуге болады. Сондықтан жаңағындай коррупция қай жерде жоқ, бизнес саласында жоқ. Мысалға мен, например, мемлекеттік сатуларда араласпаймын, мен өзім сату отделым бар. Мысалға, егер сен көбісі ойлайды да, бизнесмен болу үшін ол тендерларда жеңіп алу керексің. Жоқ, сен уникальный товар создавать ет, который будет пользу приносить, да? Вот тогда ты будешь успешным. Если сен ел сатқан жаңағы бауырым, жаңағы өте қуанып отырмын жастарға, ше, жаңағы Марат қой, Марат бауырмен әдемі жасады, үстіне суды, он умеет продавать, красавчик. Ол сен өзіңдікін сата алсаң, сен сондай бір уникальный продукт, который будет приносить пользу, да, обществу, вот это будет стрелять. Как он Facebook придумал, да, Цукерберг? Он просто хотел, чтобы в кампусе между собой студенты общались более легче. И он придумал Facebook. А как Ford придумал машину? Ну так же, он хотел, чтобы каждый там атпен шауып жүрмесін, машинамен жүрсін, чтобы каждая машина была доступна. Он придумал это. Енді бір қазақтан да бір сондай бір алдыға басатын шығатын бір не керек қой. Сондықтан білімге ғана сеніңдер, менің айтатыным сол ғана да. Сол Абылай ханның сөзін әр жерде айтамын. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Шынымен де қаншама тарихта осындай жерді ата-бабамыз осы найзан күшімен, найзан үшімен, намыстың күшімен алып қалды. Енді осы жерде біз ары қарай дамытып, біздің қолымызда. Енді білім ғана керек. Күш керек емес, білім ғана керек. Рахмет.